бүкіл қазақ айтатын шығар. Жүгір, үйді айналма. Үйді айналма. Қой, жаман болады, адамды айналма. Айналма. Айналуға болмайды. Дастарханда айналма. Кез келген нәрсені айнал. Бала, немене жынды бала сияқты айналма. Айналма, үйді айналмайды, жаман болады. Не болады? Жаман болады. Адамды айналмай, не болады? Жаман болады, қой. Жаман болады. Айналма, айналма, айналма дейді да. Ал жақсы көретін адамына айналайын. Ей Құдай, айналайын, айналайын-ау, айналайын-ау, айналайын-ау дейді. Неге? Біз нені айналамыз? Нені айналуға рұқсат бар? Қағбаны айналады. Тек қағбаны айналады да. Енді қазақ айтады, айналайын деген қағбадай сені жақсы көрем деген. Басқа нәрсені айналуға болмайды. Тек қасиетті қағбаны айналады. Сол айналатындай сені айналайын-ау, жақсы көрем қағбандай сені. Адам сравнение. Қағбам-ау деген әң, қағбам-ау деген ғой. Қағба ұқсап сені айналып кетейінші. Ең жақсы көретін адамың айтасың.